Ертеде бір ақылды кірпі мен мақтаншақ қоян болыпты. Бір күні кірпі орманда серуендеп келе жатса, алдына қоян шығады. Сәлем кірпі, не істеп жүрсің? Серуендеп жүрмін. Қоян кірпіні қысқа аяғыңмен қалай серуендейсің деп мазақ етеді. Ал кірпі ашуын сыртқа білдірмейді. Кел одан да екеуміз жарсайық, сонда білеміз кімнің күшті екенін. Жарайды, жарсақ. Енді кірпі қояннан айласын асыру үшін досынан көмек сұрамақ болып, досының үйіне келеді. Ой, досым, қоян жылдам ғой, сен онымен қалай жарсасың? Ол жылдам болса, мен ақылдымын. Екі кірпі ақылдасып, қоянды алдап соқпақ болады. Солай мақтаншақ қоянды бір сабасына түсірейік дейді. Досым, сен осы тастың артына жасырын. Қоян жүгіріп келгенде, сен тас артынан шығып, мен келдім деп айтарсың, жарай ма? Қоян мен кірпі келіскендей жарысты бастап жібереді. Қоян үлкен қадамдармен алға шығады, ал кірпі баяу қозғала бастайды. Қоян бар күшімен жүгіріп тасқа жеткенде, тас артынан кірпінің досы шығып, мен бірінші келдім деп айтады. Аң-таң болған қоян бастаған жерімізге қайта барамыз деп жүгіріп кетеді. Бастапқы нүктеде кірпі ағаштың артында жасырынып, қоян келгенде күтіп алу үшін ағаш артынан шығады. Екі өкпесін қолына алып, ентігіп әрең жеткен қоянды кірпі тағы да таңғалдырады. Қоян, сен осыншалық сылбыр болармысың? Мен сені ұзақ күтіп қалдым ғой? Амалы таусылып, жеңілгенін мойындаған қоян сол сәттен бастап кірпіні мазақ етуін доғарыпты.